Баршаңызға сәлем бердім. Мен бүгін сіздерге өте дәмді, нәзік болып шығатын қатпарлы нанның рецептін ұсынамын. Алдымен жылы суға тұз бен дрожжи салып, жақсылап араластырамыз. Құрметтім, қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, видеоны соңына дейін көріп, құрбыларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Онды өз қалауларыңыз бойынша саласыздар, себебі әркімде оның тығыздығы әртүрлі. Ең бастысы қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Менің видеом сізге ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіз. Мен қамырды илеп болғаннан кейін күнбағыс майын сеуіп, бірнеше мәрте осылай илеймін. Сол кезде менің қамырым өте жұмсақ, қолға жабыспайтын әдемі қамыр болып шығады. Қамырды илеп болғаннан кейін қамырдың бетін жауып, қамырды жылы жерге қойып қоямыз. Мен қатпарлы нан жасау үшін 3 түрлі май қолданамын. Сары май, жануар майы, яғни тоң май және күнбағыс майы. Сіздер өздеріңіз қалаған майды қолдансаңыздар болады. Кәдімгі тоң май мен күнбағыс майын араластырып қолдансаңыздар болады, немесе жай ғана сары майдың өзін қолдансаңыздар да болады. Қамыр көтеріліп, ашып дайын болған соң бірнеше бөлікке бөліңіз. Өзіңіз нанның көлемінің қанша болғанын қаласаңыздар, соған ыңғайластырып бөлесіздер. Мен 5 бөлікке бөлдім, яғни менде 5 қатпарлы нан шығады. Қамырды видеода көрсетілгендей етіп, жұқа етіп жайыңыз. Және тоң май мен сары майды ертіп бір-бірімен араластырамыз. Оның үстіне күнбағыс майын құйып араластырамыз. Жайған қамырдың үстіне дайын майды құйып, жағып шығамыз, жағып орайтын боламыз, және барлық 5 бөлікте де солай жасап шығыңыз. Құрметті көрермен, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Менің каналымда көптеген оңай, өте дәмді рецепттер бар. Міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта мен қандай рецепттерді күтесіздер, оны да пікірге қалдырып кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Барлық дайын болған нанымызды жеке-жеке пакеттерге салып, арасындағы майы қатқанша мұздатқышқа салып қоямыз. Нанымыз мұздатқыштан шыққан соң 5 бөлікті де көтеріліп көпсу үшін жайып қоямыз. Нанымызды формаға салып, жұмыртқамен бетін сылап шығамыз. Күнжіт сепсеңіздер болады, ол нанға өте ерекше дәм беретін болады. Нанды 220 градуста 20-25 минут пісіреміз. Нандарымыз пісіп шықты, сондай нәзік, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Ғайша Нұрбекқызы, астарыңыз дәмді болсын.